Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде шығыс ақпарат жаңалықтар жобасы. Бағдарлама тізгіншісі Қуаныш Рахметоллаұлы. Біздің жобамыз еліміздің ірі тау-кен металлургиялық компаниясы Казцинктің техникалық қолдауымен жүзеге асып жатқан естеріңізге сала кетейін. Шығыс қазақстан облысы Қазақстанның інжу маржандарының бірі. Оның табиғаты адам көзін сүйсіндіретін ғажайып сұлулық пен байлықтың қайнар көзі. Бұл өңір көз жетпес көкжиектермен ұласқан асқақ таулардың, самал желмен тербелген жасыл ормандардың, сыңғыр қаққан бұлақтар мен мөлдір көлдер флора фаунасымен ерекшеленеді. Мұнда табиғаттың әр саты жан тербетер жыр, көз тоймас көркем сурет. Шығыстың шырайын арттырып тұрған басты байлықтардың бірі оның ұлан-ғайыр орман алқаптары. Жалпы көлемі 2,9 миллион гектарды құрайтын бұл жасыл әлем тек өңірдің ғана емес, күллі қазақ даласының тыныс іспеттес. Биік самырсы мен қарағай, ақтерек пен қайыңдар тік тұрып, табиғаттың төріндегі тыныштық пен тектілікті паш еткендей. Әрбір жапырақ, әрбір бұта тіршілікке тағзым етіп тұрғандай. Алайда осынау табиғатыңа баға жетпес байлығын көздің қарашығындай сақтауда орманшылардың жанқиярлық ерен еңбегін айтпасқа болмас. Тәулік бойы дала кезіп, орман сақшысы атанған жандардың жұмысын көріп, таспаға түсіріп қайтқан едік. Біз ат басын тіреген Черемшанка орман шаруашылығы жұмысы қызу жүріп жатыр екен. Бұл орман алқабында көктемнің лебімен бірге тіршілікте жандана түскен. Айналаны жаңғырта құлпырған жасыл әлемге жан бітіп, табиғатты түлетуге арналған жұмыстар қарқын алған. Орманшылардың бел жазбай тынымсыз еңбек етіп жатқанын көз қуантады. Олар жасыл желекті қалпына келтірусіне бар ынтасымен кірісіп, табиғат анамен үнсіз тілдескендей, әрбір көшетті баппен отырғызуда. Орман шаруашылығында арнайы белгіленген аумақта самырсындар мен желек жая жайқалатын қайыңдардың жас көшеттері отырғызылды. Бұл бүгінгі еңбектің ертеңге қалдырар ізі, келешек ұрпаққа аманат болар орман. Көшет отырғызу жай ғана еңбек емес, бұл табиғатпен терең үн қатысқан, уақыт пен төзімділікті қажет ететін жан шуағы. Орманшылар топырақтың жағдайын жіті бақылап, әр көшетті ұқыппен отырғызуда. Олар үшін бұл күнделікті жұмыс емес, жүрекпен жасалатын іс. Себебі әрбір жас көшет болашақ орманның алғашқы тынысы дейді. Шығыс Қазақстан облысында орманды қалпына келтіру жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Бұл бағытта арнайы өндірістік жоспар негізінде жыл сайын ондаған гектар аумаққа көшет отырғызылып, табиғатты қайта түлетуге күш салынуда. Орманды қалпына келтіру жұмыстары көшет отырғызудан басталып, оларға күтім жасау, қорғауға дейінгі кешенді шараларды қамтиды. Бұл жұмыстарды жүзеге асыру үшін мекеменің өз тұқымбағы жұмыс істейді. Онда түрлі ағаш көшеттері арнайы күтіп бапталып, өсіріледі. Қазіргі таңда Сібір самырсыны отырғызылған аумақта тұрмыз. Бұл жерде жұмыстар аяқталуға жақын. Аталған учаскеде 1 гектарға 5000 дана 3 жылдық көшет отырғызылды. Бұл көшеттер 2022 жылы егілген. Біздің мекеме орманды қалпына келтіру бойынша жыл сайын 20 гектардан астам аумаққа көшет отырғызады. Қазір көктемгі жұмыстар толығымен аяқталды. Енді 10-15 күн ішінде орман дақылдарын техникалық қабылдау шарасы жүргізіледі. Ал күзде көктемде отырғызылған көшеттердің сапасы мен жерсіну көрсеткіші тексеріледі. Айта кету керек, қазіргі таңда көшеттердің жерсінуі 80%-ді құрап отыр. Бұл орман қалпына келтіру жұмыстарының сапалы жүргізіліп жатқанын көрсетеді. Сонымен қатар жерсінбей қалған көшеттердің орны жыл сайын қосымша көшет отырғызу арқылы толықтырылып отырады. Сібір самырсынымен қатар мекеме қайын мен қарағайды да отырғызумен айналысады. Биылғы жылға жоспарланған жұмыс көлемі 45 гектарға көшет отырғызу, оның ішінде 15 гектарға қайын, 10 гектарға самырсын, 20 гектарға қарағай егіледі. Жалпы алғанда 2025 жылы 180 мың түп көшет отырғызу жоспарланып отыр. Табиғатты қорғау мен орман қорын молайту болашақ ұрпақ алдындағы басты міндет. Бұл бағытта атқарылып жатқан жүйелі жұмыстар соның айқын дәлелі. Лесных культур. Осы Черемшанка лесхозында 3 жыл болды жұмыс істеп жүргеніме. Мастер
орман мастер болып жұмыс істеймін. Міне бүгін мен мастерлік аумағымда посадка болды. 5 гектар жер, 2 күнде бітірдік бұйырса міне. Және де мен жұмысыма не кіреді? Орман күзету, ең бірінші сол. Ең бірінші осы орманның бірінші жауы ол өрт. Қазір еще пожар опасный период болып тұр. Өрттің қаупі өте жоғары. Сондықтан осыларды қадағалап, және де қосымша аншлагтар қойып, солармен жұмыс істеп жатырмыз. Міне осы бүгін біз пихта ағашын ектік. Бұл өз қалпына келіп үлкен ағаш болу үшін бір 40-50 жылдай керек. Сондықтан айтарым бүкіл Қазақстан азаматтарына, азаматшаларына осы орманды қорғап, қадірлеп жүрейік. Келесі жылы келіп қараймыз, қай жерінде өл қалған мысалы ағаштар болса, орнына қайтадан егіп кетеміз. 2-3 жыл сөйтіп дополнение жасап отырмыз. Өрттен кейін орманның табиғи жолмен жаңаруына ондаған жылдар қажет болуы мүмкін. Сондықтан жас көшеттерді отырғызу орман шаруашылығының басты бағыттарының бірі болып келеді. Бүгінде сол орманды қайта түлетудің бастауы тұқымбақ. Шығыс Қазақстанда Черемшанка орман шаруашылығы осы бағытта ауқымды жүйелі жұмыстар жүргізіп келеді. Бұл тұқымбақта бүгінде самырсын, қайың және қарағай көшеттері ерекше қамқорлықпен өсірілуде. Бұл жай ғана көшет отырғызатын жер емес, әрбір тұқымның топыраққа сіңіп, тіршілікке айналатын жасыл үміт бүр жарып, болашақ орманның негізі қалатын орын. Мұндағы жұмыс табиғатпен терең үндесуді, төзімділік пен жауапкершілікті талап ететін күрделі процесс. Уақыты жеткенде осы көшеттер орман алқаптарына көшіріледі. Сол жерде олар табиғаттың бір бөлшегіне айналып жасыл әлемді жандандырады дейді Черемшанка орман шаруашылығында орманды қалпына келтіру бойынша инженері Елена ханым. На данный момент мы находимся... Бұл Черемшанка орман шаруашылығына қарасты тұқымбақ. Біз өз жұмысымызды дәл осы жерден бастаймыз. Жас көшеттерді өсірумен. Тұқымбақ орман болашағының негізі. Мұнда біз самырсын, қайын, ал алдағы уақытта кәдімгі шырша егуді жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда менің артымда тұрған осы жылдың көктемінде егілген самырсынның көшеттері. Бұл алаңның көлемі 9 сотық. Ал жанында 2021 жылы егілген самырсындар жайқалып өсіп тұр. Біздің тұқымбақтың жалпы аумағы 1 гектар 12 сотық. Бұл жерде табиғатқа жанашырлықпен қарап, ағаштардың әр қайсысына ерекше күтім жасалады. 1 гектардан орта есеппен 75 мың дана көшет алынады. Олар 3 жыл бойы осында өсіп жетіледі. Осы кезең ішінде біз оларды тұрақты түрде суарып, зиянкестерден қорғайтын химиялық заттармен өңдейміз. Егер көшеттер қандай да бір ауруға шалдықса, арнайы қоспалармен ем жүргізіледі. Жыл сайын тұқымбақтан орманға 400 мыңға жуық көшет жіберіледі. Бұл үлкен еңбек пен төзімділіктің жемісі. Әрбір отырғызылған көшет келешек ұрпаққа қалдырылған жасыл мұра. Ал біз өз үлесімізді осылайша орманды қайта қалпына келтіріп, оны болашаққа аманаттаумен қосып келеміз. Орманды күтіп, баптау ғана емес, жасыл желекті алқапты қорғауды да маңызды рөл атқарады. Өрт орман атаулының ең үлкен қауіп-қатері. Ол бір сәтте ғасырлық ағаштарды күлге айналдырып, табиғи тепе-теңдікті бұзып, тіршілік атаулыны құртып жібереді. Сондықтан да орманшылар әрдайым сақадай сай болуға тиіс. Күнделікті жұмыс тәртібі өрттің алдын алу болдырмаумен және туындаған жағдайда жедел әрекет ету. Рейдтік шаралар өткізіп, орманда жүрген азаматтарға түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Сондай-ақ көлікте диспетчерлік байланыс жүйесі орнатылған. Кез келген төтенше жағдай кезінде орман шаруашылығының орталығымен лезде байланысып, нақты шешім қабылдауға мүмкіндік бар. Орман ішінде жүрген әрбір адам жауапкершілікті сезінуге тиіс дейді орманшылар. Өрт болған аймақтарға бірінші очередь бізде ана жерде дежурный бар, радист. Сол хабарын айтады. Мысалы, сол жерге кәдімгідей көлікпен жетеміз. Техникаларымыз бар. Основная задача это... Біздің ең басты міндетіміз орманды өрттен сақтау және қорғау. Өйткені тілсіз жау осы жасыл желекті алқаптың басты жауы. Сондықтан да әр кезде біз сақадай сай болып, өртке қарсы құралдарымыз әзір жүреді. Рейдтік шараларды үнемі жүргізіп, орманда кездескен адамдарға арнайы дайындалған өртке қарсы сақтық шаралары жазылған нұсқаулықтарды таратамыз. Қандай әрекеттер жасамау керек екенін түсіндіреміз. Қоқыс, шыны бөтелкелерді тастамау,
шылым шекпеу керектігін айтамыз. Әр көлікте орман шаруашылығындағы диспетчерлермен шығатын байланыс құралдары бар. Өртке қауіпті маусым басталғалы бері арнайы техникалар мен жер жыртылып бақылау шаралары күшейтілді. Орман ішінде ескерту бағаналары қойылады. Адамдарға демалуға арналған арнайы орындар дайындалады. Сонымен қатар біз орманды қалпына келтіру бойынша жұмыстарды да атқарамыз. Көктем мезгілінде біздің тұқымбақтан өскен жас көшеттерді осы орманға әкеліп егу жұмыстарын жүргіземіз. Соңғы жылдары ауа райының құбылмалы сипаты мен жаһандық жылыну салдарынан орман өрттері жиіледі. Құрғақшылық, жоғары температура мен желді ауа райы өрттің жылдам таралуына себеп болатын негізгі факторлар. Тілсіз жаудың алдын алу мақсатында Черемшанка орман шаруашылығы қоршаған ортаның параметрлерін анықтау үшін сатып алынған метеостансаның көмегіне жүгініп келеді. Аталған метеостанция ауаның температурасын сыртта да үй ішінде де көрсетеді. Сонымен қатар ауа ылғалдылығын, желдің жылдамдығын, шық нүктесін, жауын шашын мөлшерін, ай фазаларын анықтап береді. Осы мәліметтердің негізінде біз өрт қауіптілігі бойынша журнал жүргіземіз. Журналды күн сайын толтырамыз. Күндізгі уақытта температураны өлшейміз, ауа ылғалдылығын, шық нүктесін жазып аламыз. Бүгін мысалы жауын шашын болмады. Желдің жылдамдығы түскі мезгілде өлшенді. Барлық көрсеткіштер түскі уақытта тіркеледі. Либо пихте у нас без изменений, первый класс, все спокойно. Черемшанка орман шаруашылығы бүгін таңда орманды қорғау мен өрттің алдын алу бағытында тыңғылықты жұмыс жүргізіп отырған мекемелердің бірі. Біз бас сұққан сәтте мұндағы мамандардың сақадай сай дайындығы екенін байқадық. Орман алқаптарын күнделікті патрульдеуге арналған 4 жоғары өтімді автокөлік мемлекеттік мекеме балансында бар. Бұл көліктер жер жағдайы күрделі, батпақты орман жолдары жоқ аумақтарға да еркін жүре алады. Ал төтенше жағдай туындаған жағдайда ГАЗ-66 базасындағы АТС маркалы өрт сөндіру көлігі және ВАЗ фермер базасындағы 2 шағын өртке қарсы кешен жедел көмек көрсетуге әзір. Өрттің алдын алу мен жедел әрекет ету үшін байланыс құралдарының үздіксіз жұмысы өте маңызды. Бұл бағытта да Черемшанка орман шаруашылығы тиісті жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Мұнда 7 мобильді, 32 тасымалды, 2 тұрақты радиостанция жұмыс істеп тұр. Алдағы уақытта тағы жаңа автокөліктер мен өртке қарсы құрал жабдықтармен қамтылатын орман шаруашылығының директоры бізге берген сұхбатында айтып өтті. Орманшыда жұмыс аз деп ойлайды бәрі. Орманшыда өте жұмысы қиын, жыл сайын қысты күні олар суықта жүреді, жазды күні ыстықта, шыбын шіркей, таудың биіктігінде жүреді. Сол үшін бізге орманшының жұмысы өте қиын. Әмбе браконьерлермен кездеседі. Биыл да бізде не өзгерді? План. Биыл бізге ФРП бойынша үкімет бізге 3 малый пожарный комплекс дейді, на базе ЖАК Т9 шу береді. Сонан кейін 2 пожарный машин береді на базе Хова, 2 колесный трактор и 1 гусеничный трактор береді. Ол бізге өте керемет көмек береді. Өйткені ерекше айта кетсем, сол малый пожарный комплекс дейді. Ол өте ыңғайлы техника. Осы міне ана жылы бізге біреу берген, биыл енді тағы шу береміз деп жатыр. Сонымен рейд жасап жүріп, егер де саған өрт кездесіп қалса, өрт болып қалса, сен резко ананы жарты тонна суың бар, соны алып шықтың да, машин жүріп тұрып, бүйтіп өшіруге болады ананы. Ол бізде жаңа рейдте жүр. Айта кетейік, облыстың орман қоры 2,19 миллион гектарды құрайды. Оның ішінде 1,5 миллион гектар орманмен көмкерілген. Бұл еліміз бойынша ең ірі орман алқаптарының бірі. Сондықтан өрт қауіпсіздігіне ерекше назар аудару қажет. Қазіргі уақытта орман қызметінің иелігінде 196 бірлік техника, өрт сөндіру автоцистерналар, мотопомпалар, тракторлар, квадроциклдер, 3000-нан астам өртке қарсы құрал жабдық бар. Сонымен қатар дрондар, GPS навигация және бейне бақылау жүйесі енгізілуде. Жақын арада республикалық бюджет есебінен тағы 9 техника жеткізілуі тиіс.
Өрт ошақтарын бақылау үшін төтенше жағдай департаменті теңгерімінде 12 ұшқысы ұшу құрылғысы бар. Сондай Қазақстан ғарыш сапары мекемесі арқылы термонүктелер бойынша ғарыштық мониторинг жүргізілуде. Орман күзетінде қазіргі таңда 1181 адам және 196 техника жұмылдырылған және 3000-нан аса құрал жабдықтар бар. Өрт болған жерлерде тұрақты орманды қалпына келтіру жүргізіледі және де мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2 миллиард ағаш отырғызу бойынша облыста 27 жылға дейін 76 миллион көшет отырғызылатын болады 15 мың гектарға. Облыста материалдық техникалық базаны нығайту бойынша соңғы 7 жылда 2 миллиардтан аса қаражат бөлінді. Оған 37 трактор, 40 шағын өрт сөндіру комплекстері тағы да басқа техникалар сатып алынды. Өрт қауіпсіздік жұмыстар тек орманмен шектелмейді. Облыстың шалғай ауылдарында өрт сөндіру бөлімшелері болмағандықтан 48 өрт посты мен 9 ерікті құрылым жасақталған. Алтай және Марқакөл аудандарында қосымша 2 жаңа өрт постының құрылысы басталды. Сонымен қатар тұрғындар арасында түсіндіру және алдын алу шаралары да кең көлемде жүргізілуде. Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілер арқылы туристерге, аңшыларға, балықшылар мен демалушыларға арналған арнайы түсіндірме жұмыстары қолға алынған. Қауіп жоғары болған жағдайда орманға баруға уақытша шектеу қоюы да мүмкін. Сондай-ақ өрт қауіпсіздік ережелерін бұзған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 336 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Атап айтқанда жеке тұлғаларға 20, лауазымды адамдарға 50, шағын кәсіпкерлік субъектілерін немесе коммерциялық емес ұйымдарға 200, орта кәсіпкерлік субъектілерін 300, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 500 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Қазіргі өрт қауіпті маусым басталғалы бері, яғни көктем аяқталады, жазғы тұрғы маусымда саяжайларда, жаңа ғимараттардың жанында барлығы жаңа белсенді түрде айналасын жаңа тазалай бастады, қоқыстарды шығара бастайды. Одан кейін белсенді түрде жаңа мерекелік күндерге байланысты жаңа далаға шығып, табиғат аясына жаңа демалыстарға шыға бастайды. Осындай кезде жаңа алаңғасарлық адамдар танытып, өрт қауіпсіздік ережелерін қарапайым жаңа сақтауды ұмытып кетіп жатады. Сондықтан да ең бірінші жаңа халыққа айта кететін жайт, өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау, жаңағы кәуап пісірер алдында жаңа мангал құрып жатады. Мангалды құрған кезде жаңа айналасы тазартылған қоқыстардан жаңа дұрыс жерде орналасқан, желді кезең болмау керек, желді күнде жаңағы от жақпаған дұрыс. Одан кейін жаңа ғимараттан мангал жағатын болсақ 10 метр қашықтықты сақтау керек. Ал егер де жаңағы қалдықтарды, жаңа шөптерді жандыратын болса, міндетті түрде 50 метр қашықтықты сақтау керек. Одан кейін жаңағы міндетті түрде оттардың жандарында, жаңа мангалдардың жандарында бөшкелерге су құйып дайындап алу керек. Осындай жаңағы қарапайым өрт қауіпсіздік ережелерін сақтайтын болса, сол ең бірінші бізге деген көмегі болып табылады. Ал егер де сондай жаңа орманда немесе дала өрттерін сондай кездерде көріп қалған болатын болса, ең бірінші 101-112 номерларына хабарласу керек. Ол жаңа кез келген мобильді телефон арқылы звондай алады әрбір адам, себебі оның барлығы жаңа тегін болып келеді. Кейінгі жылдары табиғатқа жанашырлықпен қарап, оны қорғауға өз үлесін қосқысы келетін жастардың қатары артып келеді. Әсіресе орманшы мамандығына бет бұрған жас буынның саны көңіл қуантады. Бұрындары орман шаруашылығы саласына жастар сирек келетін, себебі бұл мамандық ауыр, жауапкершілігі зор және кейде елеусіз көрінетін. Алайда қазіргі таңда жағдай өзгерді. Мемлекет тарапынан орман шаруашылық қызметкерлеріне көрсетілген қолдау жылдан жылға артып келеді. Орманшылардың жалақысы да айтарлықтай жақсарды. Бұл өз кезегінде салаға деген қызығушылықты оятып, жастардың кәсіби тұрғыда тұрақтап қалуына себеп болып отыр. Бұрынғыдай тек аға буын емес, қазір орман ішінде жас мамандарды жиі көруге болады. 23 жылдан бастап бізге жалақымызды 100%-ға көтерді. Енді бұрынғы кезде жұмысқа, лесхозға, орман шаруашылығына кісілерді жұмысқа алуға іздеу қиын болатын. Кісілер көп келмейтін, жастар сәпсем келмейтін, үйреніп қалған кісілер болатын. Қазір жастар зарплата 100% қосылғаннан кейін жастар өте көп келіп жатыр. Орман шаруашылығына қызығып, оқып деген сияқты.
енді қазір орман шаруашылық жағдайы жақсы деп ойлаймын өзім. Бұрынғыдай емес. Бұрын техникамыз аз болып, ешкім көңіл аудармайтын. Қазір бәрі әкім жыл сайын бізге көмек, акиматтан, облыстық акиматтан өте көп бізге көңіл аударады. Республика бабынан осы жол министр экологияға кетті. Бүгінде облыс аумағында 13 орман шаруашылығы, 2 мемлекеттік қорық және 1 ұлттық парк жұмыс істейді. Бұл мекемелер тек орман алқаптарын күзетіп, бақылап отыратын ұйымдар ғана емес, табиғи экожүйені қалпына келтіріп, сақтау жолында күн сайын еңбек ететін іргелі құрылымдар. 13 орман шаруашылығы облыстың әр бөлігінде орналасқан және олар өздеріне тиесілі аумақтарда орманды қорғау, өрттің алдын алу, ағаш отырғызу, заңсыз кесуге тосқауыл қою, сондай-ақ экологиялық тәрбие беру жұмыстарымен айналысады. Орманшылар күн сайын жасыл желектің амандығын бақылап, табиғатпен үндесіп қызмет етеді. Жителям Орман табиғаттың баға жетпес байлығы. Алайда оның әрбір ағашы, әрбір бұтағы ұзақ жылдар бойы күтімді қажет етеді. Осы ретте орман шаруашылығы мамандарының еңбегі көзге көрінбей жатса да маңызы орасан. Бізді қоршаған орман өздігінен өсіп жатқан жоқ. Мәселен, мұнда отырғызылған әрбір кішкентай көшет алдымен 3 жыл бойы тұқымбақта өсірілді. Ал енді осы жерде олар 70-80 жыл бойы өсіп, толыққанды орманға айналады. Бұл ұзақ мерзімді қажырлы еңбек. Біз осы ізгі істі өмірлік міндетімізге айналдырдық. Бірақ өкінішке қарай, орманды тек отап қана қоймай, кейбір азаматтар демалып келіп, немесе жол бойымен өтіп бара жатып, өрт қауіпті кезеңде ауа райы өте құрғақ, жаңбыр жаумаған кезде абайсызда темекі тұқылын тастап кетеді. Ал 70-80 жыл бойы өсіп тұрған ағаштар 1-2 күнде, тіпті бірнеше сағат ішінде жанып кетуі мүмкін. Ал мұндай өртті тоқтату өте қиын. Сондықтан біз барша қазақстандықтарды табиғатты қорғауға, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырамыз. Бұл біздің ғана емес, бәріміздің ортақ парызымыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы 1 қыркүйекте Қазақстан халқына жолдауында 2 миллиард ағаш отырғызуды қамтамасыз етуді, сондай-ақ осы жұмыстардың орындауын интерактивті карта арқылы бақылауды тапсырған болатын. Бұл бастама еліміздің жасыл қоры мен экологиялық қауіпсіздігін арттыру бағытында қолға алынған ең ауқымды бағдарламалардың бір ретінде қабылданды. Шығыс Қазақстан облысында бұл бағдарлама кең көлемде жүзеге асып жатыр. Бағдарлама аясында орман алқаптарын ұлғайту, өрт салдарынан зардап шеккен аумақтарды қалпына келтіру, жас көшеттер отырғызу сынды кешенді жұмыстар жүргізілді. Бұл игі шараға мектеп оқушылар да белсене атсалысуда. Оқушылар орманды қалпына келтіру науқандарына қатысып, көшет отырғызу жұмыстарына қолғабыс етуде. Бұл шара олардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттырып, экологиялық тәрбие берудің нақты жолына айналып отыр. Жас өскін егіп жүрген балалардың көзінде табиғатқа деген жанашырлық пен болашаққа сенім байқалады. Олар үшін бұл жай ғана іс-шара емес, табиғатпен етене байланыс орнататын тағылымды тәжірибе. Бұл тек табиғатты қорғау емес, ел болашағын сақтауға бағытталған маңызды қадам. Жасыл елдің келешегі бүгінгі атқарылып жатқан нақты істер мен оны қолдаған жас ұрпақтың қолында. Орман табиғаттың берер сыйы ғана емес, оны болашақ ұрпақ үшін сақтап қалу біздің парызымыз. Құрметті көрермен, сіз әлеуметтік маңызды оқиғаның куәсі болсаңыз, фотосуреттер мен видеоларды экранда көрсетілген телефон нөміріне жібере аласыз. Ал жобамызға қолдау көрсеткен Казцинк компаниясына алғысымызды білдіреміз. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.